Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыз және қоңыраушаны басып қойыңыз. Менің видеоларым сізге бірінші болып көрінеді. Бүгін осындай цезарь салатын жасаймыз. Ол үшін бізге кәдімгі корейский капустаның жартысын жетеді, жартысын қостым, осылай төрт-бүршілеп турап. Енді бір қиярымыздың ортасына бөліп, қиғаштап, жіңішкелеу етіп турап шығамыз. Бір қызанақты да алып, осылай тазалап, оны да жіңішкелеу қылып тураймыз. Ендігі кезекте піскен тауық етін қостым, суға қайнатып. Одан кейін кәдімгі нанды пешке осылай кепкен нан қылып алдым. Одан кейін жүгері, консервадағы жүгеріні қостым, барлығын қостым бірден. Және піскен жұмыртқа. Үлкен-үлкен қылып турай беріңіздер, себебі майдалап жіберсеңіздер көрінбей қалады. Енді цезарға арнайы өзінің соусы бар, соны қостым. Қосып, жақсылап, тұзын, бұрышын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Тұз міндетті түрде қосыңыздар. Мінекей біздің цезарь салатымыз дайын, үйдегі бар заттарменен жасадық. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыз. Жасап көріңіз міндетті түрде. Ас болсын барлықтарыңызға. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта түрлі тәттілердің видео рецепттері шығатын болады.